педагогтардың орнын толықтыру үшін ең алдымен не істеу керек деп ойлайсыз дейді. Енді мен өзім үлгерімшімен оқушылармен ЗПР болғаннан кейін көп жұмыс жасаймын. Сондықтан мен ойлаймын, енді ең бірінші жаңағы үлгерімді тілмен оқушыны анықтап алу жаңағы сыныптағы. Сосын кейін тікелей ата-анамен байланыс орнату керек, жаңағы оны бас салып жаңағы жұмыс жасамай, ата-анасымен сөйлесіп, бұл қандай жағдайда жаңағы неге төмен, қараусыз ба, әлде жатақханада тұра ма, жоқ әлде алыста тұра ма деген сияқты. Сосын кейін ата-анамен болғаннан кейін белсенділік таныту. Біз білдік, оқушының да аяқ асты көшкеннен кейін оқушының да ата-ананың да тіпті мұғалімнің де цифрлық сауаттылығының төмендеп кеткен. Ал қазіргі сол уақыт пен қазіргі уақыт салыстырғанда біз әлдеқайда цифрлық сауаттылығымыз дамып жатыр. Енді цифрлық сауаттылық, цифрлық технологиялар Жоқ, Маликанікі молодец. Мен сіздерге педагогиканы алдым, өйткені барлығын сауат ортақ. Ал әркім өз пәнінен алады, мен мысалы информатикадан. Білім керек балаға, аялы алақан керек, мейірімділік керек балаға, иә? Одан кейін темір жол, ақ жол. Жолы әрқашанда ақ жол, өзінің жолы болсын деген мағынада жол салдық. Одан кейін бала қазіргі таңда жаңа технологияны білу керек. Қазір дамыған заман, иә? Одан кейін тәртіп болу керек балада. Ең бастысы, білімнен бұрын бала тәртіпті болу керек. Одан кейін рухани байлық, оның ішіне барлығы жаңа инабаттылық, мейірімділік, адамгершілік барлығы. Одан кейін балаға жақсы дос керек. Жоқ, бұл жерде балаға ата-ана мен ұстаз екеуінің несі керек. Жақсы дос керек, иә? Яғни қоршаған ортасы дұрыс болу керек баланың, иә? Одан кейін ата-анасымен жақсы бала қарым-қатынаста болу керек, иә?